Ал егер деген қорқыныш. Бір құрбымның ата-анасы ерте ажырасып кетті. Құрбым сол кезде кішкентай еді. Оның ата-анасы ажырасқаннан кейін де дау-жанжалды тоқтатқан жоқ. Құрбым қазір бойжетті. Алайда тұрмыс құруға жүрексінеді. Ол ата-анамның басынан өткен жағдайды көргім келмейді дейді. Адам сәтсіздікке ұшырау мүмкін деген оймен ұзақ және адал қарым-қатынастан үрейленіп, бас тартып отырғанын елестете аласыздар ма? Бұл енді ауру немесе ақымақ адамның ісі. Мәселен, тойды ажырасудың алғашқы қадамы деп санауға болмайды ғой. Осы жерде Теннисонның махаббаттың не екенін білмей өткенше сүйгеніңді жоғалтып алған жақсы дейтін өлеңін еске түсірейікші. Егер бір жағдай болып қалама деп үнемі үрейленіп өмір сүрсең, бақытты һәм шат-шадыман ғұмыр кешуің екіталай. Мысалы, күнде жәндік шағып алады. Я дауыл соғып кете ме деп қорқып, төсегімізден тұрмай жата берсек, өміріміз қайғыға айналмай ма? Үреймен өмір сүретіндердің көбі ал егер деген сұраққа жауап таба алмай қиналып, неге алға ұмтылмасқа дегенді ұмытып кетеді. Ал егер сәтсіздікке ұшырасам не болады? Ал егер лайық болмасам қайтемін? Ал егер біреу сыртымнан күлсе ше? Ал егер орындай алмасам ше? Ал егер жеткен жетістігімнен айырылып қалсам не болады? Ойлау жүйесі осылай қалыптасқан адамды мүлде түсінбеймін. Өзім есейе келе, бойымдағы басты үрейіммен күрестім. Ол кемсітушілік, ұқыпсыздық, біреуге тәуелді болу деген қорқыныш еді. Бұл жай ғана көзге елестету емес еді. Одан арылу үшін денеме стандартты құрал қажет болды. Бірақ ата-анам жоқ нәрсеге емес, қайта барына және өзім қол жеткізе алатын дүниеге мән беруді үйретті. Түкке қажеті жоқ ойларымнан арылдым. Ата-анам Ник өте үлкен істерді арманда. Арман жолында үрейге бой алдырма, оған мүмкіндік берме. Сенің болашағыңа оның қатысы жоқ. Өзің қалаған өмірге қол жеткіз дейтін. 19 елдің стадионында, мектептерінде, діни орындары мен түрмелерде миллиондаған адамға үміт пен сенім сыйлап сөз сөйледім. Егер ата-анам бойымдағы қорқынышымды мойындап, оны жеңуді үйретпесе, мұншалықты жетістікке жетпеген болар едім. Қорқыныш мотивацияның құралы. Сізде, менде, спортта Майкл Джордан жеткен жетістікке жете алмайтынымыз анық. Әйтсе де, сол спортшы секілді үрейді мотивация құралы ретінде пайдалануға болады. Сонда мақсатыңызға жетіп, қалаған өміріңізді сүруге мүмкіндік аласыз. Лора Грегори менің сыныптасым әрі құрбым. Оның ойын ашық айтатынына әрдайым сенемін. Ештеңені жасырмай, тура сөйлейтін. Бірінші сыныпта маған мынадай сұрақ қойды. Мектепте ұстаздың көмекшісі қасында жүреді, ал үйде кім көмек береді? Оның не айтқысы келіп тұрғанын түсінбеген соң, әрине ата-анам деп жауап бердім. Саған сол ұнай ма? Ата-анамның көмектесетіні ме? Әрине, олардан басқа кім жәрдем береді? Мен саған киіну, шомылу, әжетханаға бару жайында айтып тұрмын. Сонда өзіңе деген құрмет қайда қалады? Осыларды өзің істей алмайтының біртүрлі көрінбей ме? Лора мені ренжіткісі келген жоқ. Ол шындықты айтып тұр және күнделікті өмірдегі әрекеттерге деген көзқарасымды білгісі келді. Бірақ өте күрделі мәселені қозғады. Өмірде бәрінен де жақындарыма масыл болудан қорқатынмын. Ата-анамның, інілерім мен қарындастарымның арқасында ғана өмір сүріп жүрмін деген ой үнемі маза бермейтін. Кейбір түндері түс көріп,
шошып оянатынмын. Ата-анам кетіп қалған жағдайда күнім ауыр үнмен Мишельге қарап қалама деп ойлайтынмын. Бұл үрей өте шынайы еді. Өзімнің біреуге тәуелді екенімді ойласам, шақшадай басым шарадай болатын. Лораның ашық сұрақтары енді үрейден жасқана бермей, керісінше оны мотивация құралы ретінде пайдалануға көмек берді. Біреуге тәуелділік жайындағы ой әрдайым санамда қылтиып жүретін. Дегенмен, дәл сол күні жақсылап ойланып, онымен бір жола қоштасамын деп шештім. Егер осы мәселеге ерекше көңіл бөлсем, қаншалықты тәуелсіз бола аламын? Өзге адамға масыл болдым деген ой мені әрекетке алып келді. Үрейден қорықпау деген ұран пайда болды. Бірақ ол кезде түпкі мән мағынасын терең түсінбейтінмін. Үрей мен үшін қозғаушы күшке айналды. Бұдан бұлай барлығын өзім істеуім керек. Бірақ қалай? Ата-анам маған әрдайым көмек беруге дайын екенін, оларға ауырлық етпейтінімді үнемі айтып отыратын. Мені көтеріп, киіндіріп, қажет нәрсенің барлығын ерекше құштарлықпен істейтін. Бірақ мені суды өзім алып іше алмайтыным және унитазға да өз еркіммен отыра алмайтыным алаңдататын еді. Есейген сайын көп нәрсені өзім істегім келді. Еркіндікті көбірек қаладым. Үрей мені осы бағытта дамытты. Өмірдегі ең ауыр қорқынышым ата-анам дүние салған соң інім ауырынға масыл болып қалуым еді. Оны жиі ойлайтынмын. Өмірде кімде-кім жақсы өмір сүрсе және соған лайық бір адам болса, ол менің бейкүнә інім еді. Құдай оған бақыт сыйлауы керек деп ойладым. Өйткені өмірінің басым бөлігін маған көмек беруге арнады. Ауырынның қолы да, аяғы да бар. Алайда көп жағдай маған қарағанда оған өте ауыр тиді. Ол үнемі маған күтім жасау жағын ойланып жүретін. Әр істі өз бетіммен істеймін деген құлшыныс өміріме үлкен өзгерістер әкелді. Бұл өмір мен өлімнің, тіршіліктің күресі еді. Лораның сөзі өмірімнің жақындарымның қамқорлығы мен мейіріміне тікелей байланысты екенін еске салды. Соларға ғана сеніп өмір сүре алмайтынымды жақсы түсіндім. Оның үстіне намыс жайында да ұмытуға болмайды. Бір күні отбасын құрармын. Сонда жарымның мені арқалап жүргенін қаламадым. Әке атанып, бала шағамды асырағым келді. Сол сәттен бастап мүгедек адамның арбасынан бас тартуым керек деп ойладым. Үрей дұшпан болып кезігуі мүмкін. Дегенмен, мен оны дос қыла білдім. Ата-анама өз шаруамды өзім атқарғым келетінін айттым. Алғашында, әлбетте, олар қатты алаңдады. Асықпа, саған қажеттінің барлығын қолымыздан келгенше жасаймыз деді. Анашым, әкешім, өз шаруамды сіздер үшін және өзім үшін істеп үйренуім қажет. Сондықтан мұны қалай жасаймыз? Соны ойланайық дедім. Ақыры қалағанымызды ойлап таптық. Біздің ұмытылыстарымыз көбіне швейцариялық Робинзондар деген киноны еске салатын. Адам аяғы баспаған аралға тап болған жандар жуынуды, ас әзірлеуді, жалпы қалай тірі қалуды ойластырады. Адам арал емес қой. Әсіресе аяқ қолы жоқ адамның жағдайы түсінікті ғой. Бәлкім, мен түбек шығармын. Анам медбике, ал әкем сантехник еді. Әкем қалай жуынатынымды ойлап тапты. Кранды иығым жете алатындай деңгейге орналастырды. Анам қолмен жақындауды қажет етпейтін диспенсер сабын алып келді. Ол басқыш арқылы іске қосылады. Ондай диспенсерді дәрігерлер қолданады. Біз оны мен жете алатындай жерге орналастырдық. Одан соң әкем екеуміз электрондық тіс тазалағышты қабырғаға бекіттік. Оны қосып, тісімді өзім тазалай алатындай болдым.
Енді ата-анама өзім киінгім келетінін айттым. Анам қысқа шалбарды ыңғайлап, өзім киіп, өзім шеше алатындай етіп тігіп берді. Жейденің де киіп шешуге ыңғайлы түрлерін сатып алдық. Менің бойымдағы үрей әрі күрделі, әрі қызықты тапсырманы отбасыммен бірігіп шешуге ықпал етті. Тәуелсіз болуға жетеледі. Қашықтан басқару құрылғысы, мобильді телефондар, компьютер таңбалары және есікті алыстан ашу мен үшін нағыз тағдыр сыйы болды. Себебі құрылғыларды кішкентай аяғыммен пайдалана алатын едім. Біздің ойлап тапқан әдістеріміздің кейбірі техникалық жағынан көне еді. Мұрнымның көмегімен сигнализацияны өшіріп қосатын болдым. Гольфтің таяғын кеудем мен иек ортасына қыстырып ұстадым. Үйдің жарығын қосып, терезелерді өзім ашып жабатын болдым. Әдіс тәсілімнің әр бөлшегіне жеке тоқталмай-ақ қояйын. Алайда біз әжетханада еркін отырудың да амалын таптық. Лораға адамның өзіне деген құрметі жайында қойған сұрағына шексіз ризамын. Өзімнің тәуелді болып қаламын ба деген қорқынышыма да ризамын. Жақындарыма масыл болғым келмеді. Сол қасиет мені тәуелсіз өмір сүруге үйретті. Кейбір адамдар мүлде байқамайтын шаруаны өз күшіммен жасай алатыным бойыма адам сенгісіз күш қайрат бітірді. Әлгі теріс эмоциялар болмаған жағдайда мен мұндай қадамды әлі күнге дейін жасамаған болар едім. Үрейді позитив күш-қуатқа ауыстыра білдім. Бұл сіздің де қолыңыздан келеді. Үрейді мотивация құралына айналдырыңыз. Қорқыныш шектейді. Сізді матап шырмап тастайтын үрейді тура сондай үреймен жеңуге болады. Бойындағы ең үлкен қорқынышыңызды еске алыңызшы. Мәселен, үлкен аудитория алдына шығудан, сөзіңізді ұмытып қалудан қорқасыз дейік. Бұл қорқыныш бәрімізге өте жақсы таныс. Ал енді болуы ықтимал қорқыныш жайында ойлаңыз. Сөзіңізді ұмытып қалып, тыңдаушылар алдында масқара күйге түстіңіз. Осыны еске сақтадыңыз ба? Жақсы. Ал енді қызыл тілге ерік беріп, көсіле сөйлегеніңізді, тыңдармандардың ду-ду қошеметін көз алдыңызға елестетіңіз. Енді екінші сценарийді еске сақтап, сол жайында жиі ойлаңыз. Көпшілік алдында сөз сөйлеуге дайындалғанда, алдымен ұялатын жағдайда қалғаныңызды, одан кейін жұрттың қошеметіне бөленген жағдайды еске алыңыз. Осылай жасау менің кәдеме асты. Сізге де пайдалы болуға тиіс. Қорқынышты жеңудің тағы бір амалы бар. Өмірдегі бір қиындықты еш қиналмай, бір шешіммен жеңгеніңізді есіңізге түсіріңіз. Кейде мен аса танымал адаммен, мысалы, Опра Уинфримен кездесу алдында қобалжып әрі үрейлене бастасам былай ойлаймын. Сен Опрамен кездесуден қорқып тұрсың ба? Ол саған не істейді? Аяқ қолыңды шауып тастай ма? Тоқта. Сен онсыз да 25 жылдан бері аяқ қолсыз өмір сүріп келесің ғой. Опра, мен сенімен кездесуге дайынмын. Мені құшақта. Қорқыныштың кері әсері. Бала күнімде барлық балалар сияқты мен де қолында инесі бар дәрігерлерден қорқатынмын. Жыл сайын қандай да бір дертке қарсы екпе егетін кезде анамның артына тығылатынмын. Өйткені денемде ине салатын орын аз. Дәрігерлердің тамырымды табуы да қиын еді. Басқа балаларға қолына жамбасына салатын болса, менде соның бірі жамбас қана бар. Оның үстіне екпеден кейін жамбасым жерге жақын болғандықтан жүрсем ауыратын. Екпеден соң күні бойы мазам болмайтын.
Мүгедектігімнің кесірінен дәрігерлердің тұрақты объектісіне айналдым. Ал қорқынышым одан әрі тереңдей түсті. Тіпті бір екпе кезінде сіресіп қалғаным бар. Бастауыш сыныпта оқып жүрген кезімде дертімнің тарихын жетік білмейтін, немесе анатомияны нашар оқыған екі медбике мені орталарына алып, не еті дұрыс бітпеген, не майы жоқ, екі иығыма ине салды. Бұл өте қорқынышты жағдай еді. Ауру сай сүйегімді сыздатып бара жатқандықтан, досым Джерриге арбамды сүйреші деп өтіндім. Джерри арбамды сүйреп келе жатқанда, есімнен танып қалыппын. Байғұс Джерри не істерін білмей, мені физика кабинетіне апарып, ұстаздардан көмек сұраған. Инеден қатты қорқатынымды білетін анам, дәрігерге екпе ектіруге бара жатқанымызды не маған, не інім мен қарындасыма айтпаған. Жасым 12-ге келгенде, сондай бір жағдай біздің отбасымыздың тарихында қалатын бір оқиғаға ұласты. Анам мектептегі қарапайым медициналық тексеріске бара жатырмыз деді. Қабылдау бөлмесінде-ақ ішім бірдеңені сезді. Мен қатарлы бір қыз бөлмеге кіріп кеткен. Артынан оның жылаған даусы шықты. Естідіңдер ме? Бізге ине салады деп, Аурон мен Мишельге сұраулы жүзбен қарадым. Қатты қорыққаным сондай, есімнен адасардай айғайлап, шыңғырып, жылап, ине салдырғым келмейтінін, үйге қайтқым келетінін айтып, байбалам салдым. Үйдің тұңғышы болғандықтан, кішілері де маған қарап жылай бастады. Анамыз екпе соғысының ардагері болғандықтан, бізге титтей де жанашырлық танытпады. Екпе еккен кезде шыңғырғанымызды, дәрігерді ұрғылап, тырналағанымыздың бәрін көтеріп шыдады. Төзім жағынан анам теңіз жауынгерлерінен қалыспайтын шығар сірә. Жылап сықтағанымыздан ештеңе шықпаған соң, отбасылық дәрігерімізбен келісім жасауға көштім. Иненің орнына дәрі ішсем болатын шығар. Бұл мүмкін емес, балам, деп жауап қайтарды дәрігер. Енді Б жоспарына көшетін сәт келді. Ауронға бұрылып, қашуға көмек беруін сұрадым. Бәрін алдын ала жоспарлап қойған едім. Аурон үстелден құлаған боп дәрігерлердің назарын аударуы қажет. Сол кезде арбамды бұрып бөлмеден қашып кетемін. Сөйткенімше болған жоқ. Анам маған кедергі жасап қалды. Бірақ пысық қарындасым бөлмеден шығып үлгерді. Өтіп бара жатқан медбике оны дәлізде қолға түсірді. Сонда Мишель аяқ қолымен есікке тіреліп тұрып алды да, дәрігерлер ақыры оны ішке кіргізе алмады. Мишель менің қаһарманым. Біздің айқайымызды бүкіл емхана естіді. Дәрігерлер не болып жатқанын білу үшін жүгіріп келді. Себебі тамағымыз жыртылардай айқайлап жаттық. Өкінішке қарай бөлмеге қосымша күш келіп жетті. Екеуі мені ұстап тұрды. Біреуі ине салды. Мен банши сияқты зар еңіреп жыладым. Олар жамбасыма инені салмақ болғанда, қатты тыпыршып, соның салдарынан инені 2-3 жерге салды. Айқайыма тіпті астында тұрған көліктердің дабылы қосылып кетті. Азан-қазан болды да қалды. Сол күні бізге де, медбикелерге де оңай болған жоқ. Өтті ғой, әйтеуір. Біз сол айқайға басқан бойы үйге жеткенше аңырап бардық. Қорқыныштың кесірінен ине әдеттегісінен әрмен ауыртты. Бойға біткен үрейді игере алмай, өзіме өзім ауыртпашылықты қолдан жасадым. Нәтижесінде бір емес, 2 күн бойы ауырып жүрдім. Балалық шағымдағы осы оқиғаны есіңізге мұқият сақтаңызшы. Үрейге билікті беріп қойған сәтте артық ауру табасыз. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, және достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз.